Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Не істеп жатырсыздар? Біздер мектепке келдік. Мен Елмұрат пен Аймұраттың анасымын. Бачо мен Мачоның, яғни балалар мектепке келе жатыр. Мынау біздің сүйікті мектебіміз. Мектепті өте әдемі қылып безендіріп қойыпты 8 наурызға орай. Аймұратты күтіп тұрмын. Қазір Аймұратты алып сабақтан үйге қайтамыз. Үйге қайтып барамыз Аймұратты алып. Достар, біздің каналымызды қолдап, подписка жасап, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Айта ғой. Привет, достар. Мен мамаға көмектесіп манты жасап отырмын. Мына бәрі мама екеуміз жасадық. Мына жерін, мына аяқта, мама аяқтарын мен енді біреу қаттыққа сап жүріп. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ұлым екеуміз манты жасап жатырмыз. Үлкен ұлдың және міне Аймұраттың заказы, мантыны жақсы көреді. Маған алғаш гречки, и пюре, и гречневая каша. Болды біттік. Енді қазір мама екеуміз андайға қоямыз. Анам көзі кетчігім, кетчігім, никого не слышим. Бүгін бізде кешкі шайға ыстық булочка жасап жатырмын. Бәліш. Аймұраттың заказы бұл манты, Елмұраттың заказы, ал булочка Аймұраттың заказы. Булочка жегім келді дегесін жасап беріп жатырмын. Кешкі шайға кішілеп шай ішетін боламыз. Міне дайын әдемі булочкеміз. Қазір шай ішетін боламыз. Баршаңызға ас болсын, балалар. Және шайға ыстық вафли пісіріп жатырмын. Венский вафли. Қалған айраннан әдемі шығып жатыр. Алдын қаймақпен жасайтын едім, бұл жолы айранмен жасадым. Қазір дәмін бірге көретін боламыз. Мана сабақтан келсек, біз балам осылай ұйықтап қалыпты, тәп-тәтті болып, үйде жалғыз өзі қалды.